Маса ұсақ өсімдіктердің тозаңдатқышы, сонымен қатар 200 түрлі құстың қорегі болғандықтан қаладағы дезинфекторлар тұрғындардың шыбын-шіркейді түк қалдырмай улап тастау керек деген өтініші орындалмайтынын айтады. Өндіріс дамып келе жатыр, мысалы, адам антропогендік факторлар бар, мысалға. Жаңағы қарапайым, мысалға, ұялы телефонның толқындарының өзі құстардың жаңағы әсер етеді, мысалға, кері әсерін. Сол себептен көп құстар қалалық жерлерге кіре бермейді. Жол саламыз, мысалға, ағаштарды кесеміз, мысалға. Сол бәрі әсер етеді, оның саны азайып келеді. Былтырдан бері мамандар елімізде жыл құстарының саны азайған деп дабыл қағып жатыр. Әсіресе бұл өзгеріс Шығыс Қазақстан өңірінде байқалады екен. Мысалы, былтыр бұл аймақта құстың 19 түрі жойылып кеткен. Орнитолог Борис Щербаков әсіресе торғай, тоқылдақ, жапалақ жоқтың қасы дейді. Тіпті өлкеге тән бозторғайдың да қазір көрінбейтінін айтады. Бұл тізімге биыл қарға, шәукілдек, лашын, сұңқар да қосылған. Қазір табиғат қорғаушылары бұл мәселені қолға алып, құстардың мүлдем жойылып кетуінің алдын алуға тырысып жатыр. Орталықтар бар, мысалға, жасанды өсіріп, қайттан табиғатқа жіберіп отырады. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында бар, мысалға, жабайы құстарды, мысалға, өсіріп, қайттан табиғи ортаға жаңағы компенсация ретінде шығарып отырады. Министрлікке, комитетке бағынысты ұйым бар, олар бақылайды, олардың мекендеу ортасының бұзылмауын бақылайды. Жаңағы табиғи пайдаланушылардың қалай пайдаланып жатқандығын бақылайды. Мамандардың айтуынша, құстардың мекендеу ортасына зиян келтірілсе, оларға адамдар тарапынан шабуыл жасалып, қасақана қырып тастау істі тіркелсе, заң жүзінде жауапқа тартылады. Ал қызыл кітапқа енген құстарды атып алған үшін қылмыстық кодекстің 337 бабы үйінде сақтау немесе сату дерегі тіркелсе, 339 бабы бойынша іс қозғалады. Тіпті 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы жаза да қарастырылған.